Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 300-дің басын қосқан киелі Ұлытаудамын. Ұлытау жерінде Асанғайғы атамыздың ескерткішінің жанында. Бүгін бізде қандай көлік? Бүгін бізде шағын кроссовер Renault Captur. Көрейік мен несімен қызықтырады екен. Қолына қамшы алып, әлемге жар салып, қазақтар жүреді. Намысын ей таптатпай бер. Құл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды дүрғамшы рухыңнан бөгелме. Кеудеңді керіп жүр, ескі жау ел болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өлерде бер. Біреудің атағы бар, бірақ абыройы жоқ. Біреудің ақшасы бар, бірақ ақыл-ойы жоқ. Я достар, бүгін бізде Renault Captur. Бірден айта кетейін бұл көліктердің бәсекелестерін. Hyundai Creta, Mitsubishi ASX және де Ford EcoSport және тағы басқа көліктер бар осы секілді. Бүгін ауа райының қолайсыздығына байланысты кешірім сұраймын. Желден шамалы дауыс естілмеуі мүмкін. Бүгін көрейік, бүгін бізде ең толық комплектация Renault Captur'дың көлік 2018 жылғы. Бір жыл болған жоқ, 18-дің аяқ жағында алынған. Экстрим деп тұрған жазуға мән бермей қойыңыздар, бұл негізі қанаттарында тұрады. Бұл көлік қорғаныс пленкасы жабыстырылған болатын. Екі қанатына, капот, шамдарына, бамперге және алдыңғы терезеге және төбеге шамалы осылай жартылай жабыстырылған болатын. Сол себепті мына жазуды мына жерде тұрған кезде пленка жабыстырған кезде алып тастаған. Одан кейін қазір пленканың үстіне ол қайта жабыспайды, сондықтан да осы жерде тұрады. Ең толық комплектация және сосын бұның алдыңғы комплектациялар бар, ол да толық. Бірақ айырмашылықтарын айтатын болсақ, ол жерде бәрінде бірдей осындай дискі. Жаңағы жақсы комплектацияларында бұл жерде 17-ші көлем дискі тұр. Көлемін айтатын болсақ, бұл жерде 215-60-17-ге. Ал жаңағы толық емес комплектацияларында ол жерде 16-шы көлем диск тұрады. Бұл көліктің клиренсіне келетін болсақ, 204 мм дастерден шамалған айырмашылық бар, биіктеу. Енді жолшы жерлермен, ойықсыз тегіс емес жерлермен жүріп кете берулеріңізге болады. Әсіресе бордюрмен де өтіп кете бересіз, еш қиындығы жоқ. Одан кейін алдыңғы шамдарына келетін болсақ, барлығы LED шамдар, зауыттан өзі LED деп шығарған бәрі. Жақында алыстататында барлығы LED. Одан кейін габариттерді көріп отырсақ, бұл габариттердің маған ең бір ұнағаны, сіз жаңағындай бір тұрақта, қараңғы бір гараждың ішінде, болмаса бір түнде жақсы көлікті дұрыстап қойып жатсаңыз, солға бұрсаңыз, мынау шамдары солға көбірек жанады. Оңға бұрсаңыз, оңға көбірек жанады. Сондай плюстар бар екен, бірақ бұл толығында ғана деп ойламаңыздар, барлық комплектациясында бар бұлар. Достар, сонымен капотын ашып көрейік. Қозғалтқышы ауысқан ба, ауыспаған ба? Меніңше ешқандай да ауыспаған, сол баяғы дастердің қозғалтқышы тұр. Бұл жерде 2 литр. Негізі газовый упор қайда? Дастерде бар ғой газовый упор, толық емес комплектациясында, мынада газовый упор жоқ. Вот я скажу, что эта машина говно, представительству будет обидно. Я скажу, что эта машина хорошая,
напишу всем своим подписчикам. Поэтому я могу сказать, что эта машина говно. Бағасын қазір айтатын болам, таң қаласыздар. Бұл жерде қарап отырсақ, сол 2 литр қозғалтқыш 143 аттың күшімен, және бұның 1.6-сы да бар 114 аттың күшімен. Енді бұл тура сол Дастердікі ғой бәрі. Бұл жерде енді 2 литр 100 км сағатта бар болғаны 11-де 2 секундта бағындырады деген құжаты бойынша. А 1.6 12-де 5 секундта бағындырады деген. Негізі арнайы құрылғымен тексеріп көру керек. Рено шын айта ма, өтірік айта ма? Меніңше негізі ол нақтыланған емес. Одан да артық болып кететін сияқты. Маған ең ұнамағаны аянышты. Сізге толық комплектация берді ғой, толық. Не мынау? Ыңғайсыз. Сіз келдіңіз, аша салдыңыз, өзі көтеріп алды. Сіз жақсы ақшаға алып тұрсыз ғой көлікті, толық комплектацияда. Реноның бұнысы дұрыс болмады. Достар, багажын көрейік. Қанша литр екенін, кең ба, кең емес па? О, бұл жерде кнопкасы резинкамен қапталған екен, баса салсаңыз ашылады. Одан кейін бізде багаж 387 литр. Кішкентай ғой дегенмен. Полкасыменен және Дастердікін қайталанбаған, толығымен жапқан, ештеңе сызылмайды, жақсы. Одан кейін көрейік. Мына жерде қосымша дөңгелегі және де қосымша заттар бар екен. Дөңгелегі бізде қазір 145-90-16. Қосымша дөңгелегі қара дискмен 16. Неге барлығында комплектацияларда ортаң комплектациямен есептеледі ғой, көбісі 16 көлемді дискпен тұрғаннан кейін бұл жерге де 16 салған. Бір жерден бір жерге жетіп алуға. Одан кейін 2 қалтасы бар екен. Пластмасты көрейік, не бар екен ішінде. Крючок қана тұр екен, және бір жағында ғана шам тұр. Негізі екі жағында болғанда артық әдемі жарықтау болар еді. Міне екінші қалтасын көрейік, не бар екен бұл жағында. Қарап отырсақ, бұл жерде домкрат және дөңгелектің кілті бар екен. Бұны жақсылап жауып алайық. Одан кейін бізде бак 52 литр, каптурдың өзіне жетеді. Енді келесі салонды көрейік. Экстримнің салонын көрейік. Таңа тұсалып история, біреудің құмары Инстаграм, біреу фотосында Эстония, ұнайды саяхаттаған. Ал басқасы жүргелікте, ұнайды оған жігіттер. Біреуі болса телікте, жұлдызым жанса екен деген үмітпен. Ал оныкі тек қана би, белімесі жоқ көңіл күй. Ал оныкі тек қана. Артына да отырдық. Енді былайша болады, тізеңіз тимейді, жақсы. Мен сияқты 2 адам отыратын болса ыңғайлы отырады, және де бір 3-ші адам қосылатын болса артқы жағы тарлау болады. Одан кейін сізде мына жерде свет бар, ортаңғы шамы, 2 режимде, әрине барлық көліктерде бар ғой. Ең бір минусы мына жерде шынтақ тірегіш жоқ. Артқы жолаушыларда минусы, ең минусқа жатады. Одан кейін мына чехолдарды орнына жауып қояйық. Алдыңғы орындықта мінекей қалташалары бар. Чехолмен қаптап қойған ғой, өзінің қалташалары бар екі жағында да. Одан кейін мына орындықтардың бастары реттеледі. Үшеуі де реттеледі, жақсы ыңғайлы. Енді мына 3-ші жолаушыға белдік бар. 3-ші жолаушыға бұның бір ұнағаны маған магниті бар, өзін қойып қоясыз. Ешқандай тарсылдап, жолсыз жаман жерлермен жүргенде де шығып кетіп етпейді. Бір қалыпты қойып қоясыз, бір қалыпты тұрады. Бірақ енді 3 адамға арты тарлау шынымен. 2 адам жайымен отыруға болады. Экстриміні көріп тұрсаңыз, жазуы жоқ. Алдында бар, бірақ осы жерінде жазуы жазылмапты. Енді алдын отырып көрейік, алды қалай екен. Толық комплектация екені белгілі. Экстрим деген жазу мына жерінде де бар. Және де бұл жерде 2 қауіпсіздік жастығы, біреу екеу. Одан кейін ең бір ұнамайтыны маған. Бұл көлікте енді Дастерден кейін шамалы Дастердің платформасында құрастырылған көлік қой. Маған ұнамаған сол пластиктер әлі қалған. Бағасы адам шошырлық айтса
Қараңызшы, мынандай арзан пластиктерді қойған. Енді сондай минустарынан бастап жатырмын. Енді мына жерде тағы қарап отырсам сары шамдар. Бұл жерге шамалы заманауи шамдар қоюға болатын еді. Түстермен көк түс па, ақ түс па. Мына жерде ременді көрсетеді, қауіпсіздік жастығын көрсетіп тұр, қосылған өшірілген. Бірақ маған ұнамағаны, мынау 90-шы жылдардағы Мерседесте де бар ғой. Мерседестерде отырып көріңізші, E-класстарында, C-класстарында бәрінде осындай бар. Белдік тақ деген. Ұнамады мынау. Заман талабына сай емес сияқты. Енді тағы бір ұнамаған минустарынан бастап жатырмын ғой. Мына кілтін көрдіңіз бе? Қандай кілт? Мына жерге тығып қоясыз, қуаттандырып алуға уақытша. Кілтті қоясыз, осы жерге сала саласыз, негізінде қалташасында тұр. Салып қойсаңыз заряд алады дейді. Бірақ неге мынандай үлкен қылып сонша шығарған, бұдан да үлкен қылып шығармадым екен? Білмеймін, маған мысалға ыңғайсыз мысалға. Қалтаңызда салып қойдыңыз, ұялы телефон салған сияқты бір түрлі. Ешбір әдемі де көрінбейді, ыңғайсыз. Қалтаңызға қосымша тағы бір телефон салып жүрген сияқты. Сондай минустар. Ал енді жақсы жақтарын айтайық. Толық электропакет. Көріп тұрғандарыңыздай айна реттегіш, электронды түрде мультируль, дыбыс реттегіштер осы жерде. Мынау тура мынау экран Дастерде де бар. Ешқандай өзгеріс жоқ. Міне тура Дастердікі қандай? Міне тура Дастердікі медиа, телефон, настройка, навигация өкінішке орай біздің Қазақстанда істемейді. Ресейде құрастырылған, бірақ қосымша ақы төлеп істетіп алуға болатын шығар. Бірақ әзірге істеп тұрған жоқ. Осындай міне дыбыс реттегіштер дәл сол Дастердағындай. Круиз контроль бар. Одан кейін push start. Торымызды бастыңыз, оталдырдыңыз. Одан кейін тура сол мына бұрағыш авторежимге қоясыз, 2 алдыңғы жетекті қосасыз, автоматты түрде қойып қоясыз және толық жетекті де қосасыз. Жаз уақыттарында 2 жетекті де бізге жетеді. Көрейік, қазір климат контроль барлығы да бар сізге. Одан кейін бардачогын көрейік. Жақсы енді, қатты тарда емес, өзіне сай. Бірақ еуропалық нұсқасында бұның бардачог былай өзінің адамына, қалай айтсақ болады, тартпа сияқты тартылып шығарады екен. Еуропалық нұсқасында. Бұл енді бізге ресейліктен келгеннен кейін. Енді тағы бір ұнамайтыны көп, неге десеңіз, бағасы өзіне сай емес көлік. Сондықтан да айтып жатырмын. Бұлғарысын көріп тұрсыздар ма мына? Бұл таза былғары емес, шынайы былғары емес. Әшейін былғары алмастырушы ғана, бірақ бұған ренжуге де болмайды. Неге десеңіз, қазіргі жаңа E-класты Мерседес көліктерінде де былғары алмастырушы ғана. Енді не дейміз? Жарайды, бұнысына да көндік. Тағы бір ұнағаны маған орындықтары, қатты ұнады. Алдыңғы орындықтары өте ыңғайлы адамға. Екі жақты ұстап тұратыны бар, оң жақ, сол жақта өте ыңғайлы. Қол тірегіші де ыңғайлы. Бірақ қол тірегіші тек жүргізушіге ғана. Керек кезде түсіріп қоясыз, керек емес кезде көтеріп қоясыз, тек жүргізушіде ғана. Ал жолаушының ешкім ойламаған, ешқайда қолын тіреп отырмасын деп. Бұл негізі Реноға минус. Жолаушылар тарапынан қарайтын болсақ, қол тірегіші жоқ. Я, достар, бізде енді көлікті қарап отырсақ, рульді көрейік, қалай реттеледі. Жоғары төмен ғана реттеледі екен, алға артқа реттелмейді, жоғары төмен ғана реттеледі. Одан кейін аварийка бізде ортада орналасқан, және де есіктерді құлыптап ашатын батырмасы ортада орналасқан, және жолаушыда бір қауіпті жағдай сонда болып қалатын болса, жолаушыда құлыптап алып отыра береді. Одан кейін орындықтары реттеледі, алға артқа реттеледі, және де артқа шалқайтып алға еңкейтіп алуыңызға болады. Жақ шетінде орындық өзіңізге ыңғайлы көтеріп аласыз, осылай көтеріп те және түсіріп те қоюға болады.
Енді көрейік, тежегішті басып, көлікті оталдырып. Мына жерінде қарап отырсаңыз газ деген жазуы бар. Пистолеттің суреті тұрады. Неге десеңіз, ол жерде қосқан кезде ғана шығады. Қосқан кезде ғана шығады. Негізі бұл еуропалық нұсқасында кейбіреулерінде газбен шығады екен. Еуропалық нұсқасында сол үшін газ тұрады екен. Ал бұл ресейлік болғаннан кейін бұл ешқандай да газбен қосымша өзінің газбен шықпайды. Тек қана осы жерінде жазуы ғана тұрады. Беріліс қорабы 4 сатылы, автомат және механикасы 6 сатылы болады. Вариатор неге қоймаған дейсіздер ғой? Вариатор қойылған бұл көлікте. Жоқ деп ойлауы мүмкін көбісі. Вариатор қойылған. Тек вариатор 1.6 және алдыңғы жетекпен ғана қойылған екен. Меніңше негізі бұл көлік енді нәзік жандыларға нәзіктеу көлік болғаннан кейін негізі вариатормен шығару керек еді. 4 сатылы меніңше аз. Енді көрейік. Бірақ 4 сатылыны көбісі анау. Бұл ескі қорап болған күннің өзінде бұл өте жаңағындай жолсыз жерлермен жүруге, бір жерге тұрып қалсаңыз, сол кезде жақсы екен. Бұл қорап сондай шыдамды қорап екен. Дыбыс изоляциясына келетін болсақ, жақсы дыбыс изоляциясы көліктің. Қатты шум жоқ Дастердікіндей. Және мынау панельдерінде де, есіктерінде әзірге шум жоқ. Неге десеңіздер, бұл көліктің жүрілген шақырымы 27.661 шақырым екен әзірге. Енді бір Дастердің пробегтеріне барған 70-80 мыңға барған кезде бұл да өнер шығаратын шығар. Әр жері сықырлап, әзірге жоқ. Мынау дөңгелек пен крыланың аралығында локер деген подкрыльник қойылған екен бұл көліктерде. Анау мен басында көрген бұны жаңа кезінде, бір ойлаған, бір саз тисе, бір кетпей қоятын, шан тисе кетпей қоятын, сондай жабысып, сондай қалып қоятын шығар, кірлек қылатын шығар деп ойлағам. Жоқ, өз көзіммен көрдім. Пистолетте бір раз жуған кезде дым жоқ болады, қалай жылтырап тұрады. Бұл көлік жаңағындай дөңгелектің шумдарды естіртпеуге жақсы, бірақ маған ең бір ұнаған жаңағындай жолсыз жерлермен жүресіз ғой, жолды жөндеп жатады, сол кезде тас лақтырады ғой крылаға. Әрине жақсы емес көлікке тас лақтырған, көлігіңізді сызып тастайды. Сол кезде бірақ ең ұнағаны маған ешқандай дыбыс естілмейді. Ешқандай дыбыс шықпайды. Сондай плюстар бар. Мен тартысын көрейік, 4 сатылы автоматтың. Және бұның алдыңғы аспасы Макферсон, толық жетек қой бұл. Артқы аспасы тәуелсіз. Және де 1.6-ларында толық жетектерінде де дәл солай. Ал егер 2 литр 1.6 тек алдыңғы жетек болатын болса, алдыңғы аспасы тәуелсіз, артқы аспалары жартылай тәуелсіз болып келеді. Бірақ Дастерге қарағанда бұл көлік дискісі үлкен болған күннің өзінде қатты айырмашылығы жоқ, профиль 60 қой бәрібір. Бірақ Дастеріңіз өте жұмсақ жүреді. Онымен толық келсем, бұл көлік шамалы қаттылау. Бірақ бұның қатты болса да плюсы бар. Қандай плюс дейсіз ба? Сізді жақсы тыңдайды руль. Осылай сізді жақсы тыңдайтын болады. Сондай плюстар бар. Қазір көрейік, қалай жүреді екен. Бұл көліктің жанармай шығыны қазір көретін боламыз. Компьютерден қарап отырсақ, 100 шақырымға орташа есеппен алатын болсақ, қазір 9.6 литр жейді, орташа есеппен. Ал егер қаланың ішінде бұл көлік енді жүрісіңізге байланысты ғой, 12-14 литрді жеп қою ғажап емес. Ал егер трассада болатын болса, сізге 8 литр, 9 литр жейді. Қазір көрсетіп тұр, 9.6 литр жейді екен 100 шақырымға. Мына жерінде қосымша қалтасы да бар. Бұл жерге неге қойған? Бірақ жақсы, мына жерге очки төбесінде емес, осы жерінде. Одан кейін мына ашқан кезде шамдары жанады. Көлік жақсы, жеңіл тартады. Бірақ меніңше негізі вариатор болған дұрысырақ еді. Әйтеуір бензинге де үнем болады. Шамалы. Мына жерде эко режим деген бар. Басып қалсақ міне эко жанды, жанармайды үнемдейсіз. Қосып қойсаңыз, жүріп келетіп қос сөндіріп бересіз міне. Сөндірдіңіз осы жерде. Міне. Қостық.
таңдап басады Аллаштың баласы өз елі. Тағы бір айтатын нәрсе, біз Lexus стиль аварийкалары. Бұл көліктің бастапқы бағасы Renault Captur'ның қазір 2019-да 6 миллион 381 мың, ең толық комплектациясы 8 миллион 981 мың теңге. Енді белгілі ғой, 1.6 самый простой, алдыңғы жетекпен ең жұқасы. Енді мен не үшін айтып отырмын бұл көлікті? Ең толық комплектация былайша айтқанда 9 миллион теңге. Жарайды, бұл көлік 6 миллион 300 тұрсын, басталсын бағасы. Енді қараңыз, Қазақстанда қазір ең жаңа көліктерден алып қарайтын болсақ, ең арзан көлік ресейлік көлік, Lada Granta деген, 3 миллион теңге бағасы. Ойлаңыз енді, бұл көліктер тұра ма, тұрмай ма өз бағаларына? Ресейлік болсын қайсысы, бәрі қымбат бізде қазір. Халыққа арнап шығарылған көлік қой. Дұрыс қой, ешқандай да бизнес класс емес бұл. Бізге қолжетімді болу керек. Не ойлайсыздар мынандай көлік жайлы? Комментарийға астына жазып кетіңіздер. Мысалға 9 миллион теңгеге мына көлікті алғанша, мен мысалға ескі Lexus'ты алған жақсы. Мынаған қарағанда сізге комфортты көбірек береді, және ол көбірек жүріп береді сізге мына көліктерден қарағанда. Lexus, Toyota мысалға 6 миллионға Toyota алыңыз, 2014 жылы Camry жүрілген болса да, мысалға деймін да. Мен мына көлікті мен алмаушы едім. Хоть 1.6 болсын. Достар, каналға жазыламыз, лайк басамыз, толығын көреміз. Жарайды, мінетіндер міне берсін, мен кеттім. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово.